Баршаңызға сәлем, менің есімім Ұлдан Нұргелді қызы. Мен жоғарғы білімді фармацевт, қазір балалар массажисті болып жұмыс жасаймын. Сіздермен бүгін талқылайын деген тақырыбым бұл балалардың мұрнына арналған каплялар немесе спрейлер жайлы болмақ. Жаңағы капли мен спрей деп айтып жатырмыз. Бұл екі түрді қай кезде қолдануға болады, болмайды, бірден ажыратып алғанымыз дұрыс деп санаймын. 3 жасқа дейін балалардың мұрнының тесігі қысқа болғандықтан құлақпен білесіздер, олар связаны болып тұрады. Құлақты мұрнына егер спрей себетін болсаңыздар, бірден құлаққа қарай біздің соплямыз өтіп кетуі мүмкін. Немесе егер спрейіңіз салқын болса, құлаққа қарай өтіп, кейін воспаленияға айналып кетуі мүмкін. Сондықтан 3 жасқа дейінгі балаларға мүлде спрей қолдануға болмайды. Тек капли түрінде, яғни тамшы түрінде қолданғаныңыз жөн. Енді спрей мен каплет ажыратып алдық. Енді промывание. Промывание кезінде көбінесе ата-аналар шприцпен қатты напормен балалардың мұрнын тазалап жатуға тырысады. Тіпті кейбір видеолар бар, мына мұрнына салған кезде екінші мұрнынан жаңағы боқ мұрны шығатын видеолар көп таралып жатыр. Егер қатты қысыммен себілген жаңағы промыванияға арналған суды немесе солевой раствор дейміз ғой, тұзды ерітіндіні қатты напормен мұрынға қарай итерген кезде құлаққа қарай өтіп кететін болса, оның соңы жақсылыққа апармайды. Енді біздегі бүгінгі тақырыптың негізгісі бұл каплялардың түрлері қандай, кімге қандай болады деген секілді. 3 түрі бар. Бұлар қысқа мерзімді әсер ететін, орташа мерзімді әсер ететін, әсер ету ұзақтығына байланысты. Үшіншісі ұзақ мерзімді әсер ететін. Қысқа мерзімді әсер ететін, бұлар көбінесе солевой растворлар, балаларға арналған. Солевой растворлар әрбір 3-4 сағат сайын қайтадан тамызуға рұқсат беріледі. Бұл қазір мен осы видеоның соңында бұл жаңағы морская вода дейміз ғой, соның қандай түрлерге жататынын астына жазып кетемін видеоның. Мен қазір жарнама секілді бұл видеода атын атағанды жөн көрмей отырмын. Себебі таңдау көп, өзіңіз аптекаға барасыз, бұл без рецепта берілетін препараттардың бірі, сондықтан қалағаныңызды, ұнағаныңызды аласыз. Егер балаңыз жаңа туылғаннан 1 жасқа дейінгі болатын болса, міндетті түрде жай ғана осы солевой растворды алғаныңыз дұрыс деп санаймын. Енді солевой растворда күн әр 3-4 сағат сайын әр проходқа 2 капли тамызсаңыз жеткілікті. Балаңыздың жасына қарайсыз ғой, мысалы 1-2 ай болса 1-2 тамшы жетеді, 7-8 ай болса 3 тамшылай тамызсаңыз болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Және бұл промывание сияқты кете береді. Бірақ жиі тамызғаныңыз жөн. Содан кейін екінші, бұл айттым, әсер ету ұзақтығы жағынан қысқа мерзімді 3-4 сағатқа жатады. Және оксиметазолин деген орташа әсер ету 6-8 сағатқа дейін орташа әсер ету ұзақтығымен қолдансаңыз болады. Ал егер ұзақ мерзімді керек болатын болса, ксимометазолин бұлар 8 сағаттан 12 сағатқа дейін әсер етеді. Яғни сол мұрын ашып, ұзақ әсер етіп тұрады, мұрнынды ашып. Бұлар тек 2 жастан жоғарғы балаларға арналған. Оксиметазолин туылған баладан үлкен адамдарға дейін қолдануға болады. Бастысы балаңыздың айына, жасына қарап аласыздар. Бұның да түрлері болады. Барлық препараттың капли түрі, спрей түрі болады. Спрей түрлері көбінесе 2-3 жастан жоғары қолданылады, сондықтан өзіңіз дұрысын таңдап алғаныңыз жөн. Және айта кететінім, егер сіздерде жаңағы солевой раствор алатын жағдай болмай жатса, физраствор, обычный физикалық раствор бар ғой, соны алып, мұрынға тамыза берсеңіздер болады. Бастысы жаңағы бос құты, флакон тауып алсаңыздар, соның ішіне құйып, тамызғымен тамыза беріңіздер. Ешқандай зияны жоқ. Егер ол да болмай жататын болса, қайнаған 1 литр суға шай қасықпен тұзды салып, ерітіп, соны да тұзды раствор ретінде қолдануыңызға болады. Енді сіздерге айттым, препараттарды соңына төмен жағына жазып кетемін. Осы 3 түрі бар. Және фенилэфрин мен аллергияға қарсы препарат көбінесе рецептпен ғана беріледі. Жаңағылар без рецепта қолданылатын болса, бұл рецептпен көбінесе дәрігердің
назначениесімен ғана жазылады. Бітелу бұл тек симптом. Егер 2-3 аптадан бері балаңыздың мұрнының бітелгені кетпесе, сіз негізгі себепті емдеген жоқсыз. Мысалы, ойырбей болған кезде, насмұрқ болған кезде оның симптомының бірі бұл, яғни мұрынның бітелуі. Сондықтан 2-ден 1 аптадан асып кететін болса, міндетті түрде педиатрыңызға барып, негізгі себебін анықтап алыңыз. Егер ойырбей болатын болса, противовирусный препаратты бірге қолдана отырып, мұрын тамшыларын мен емдеу арқылы балаңызды тез емдеп алуларыңызға болады. Сосын балалардың жағдайын жасауда міндетті. Мысалы, үйде өте құрғақ ауа болмау керек, өйткені біздің шырышты қабатты кептіріп жібереді, мұрнында демалу қиындайды. Демалу қиындаған бала аузымен демалуға тырысады, онымен тамағы жаңағы қызарады. Одан осложнение кететін болса, өкпеге қарай кетеді деген секілді. Қиындатып алмау үшін ауаны тезірек салқындатып тұрамыз. Көбінесе далада серуендеуге тырысамыз. Қыс мезгілінде, мысалы, байқасаңыздар балаларыңызды, үйде мұрны бітеліп жүреді. Өйткені біз үйде мысалы от жағамыз, газ бар деген сияқты, ыстық болады да, ауаның ылғалдылығы жоқ. Далаға қалай шығады, солай мұрны ашылады. Сол сияқты, яғни біздің негізгі себебіміз ауаның ылғалдылығы болып тұр. Егер үйіңізді ылғалдағыңыз келсе, бірінші терезені ашасыздар, жаңағы дымқыл уборка жасайсыздар, полды жуасыздар, шаңын сүртіп дымқылдап, барлығын солай реттесеңіздер. Сәл болмаса, мысалы, кейде бір ыдысқа су қойып қойсаңыздар болады. Өйткені ол да жаңағы жаз мезгілінде кеуіп, мысалы, суда кеуіп, ауаға ылғалдылық беріп тұрады. Сол ең бастысы балаларыңыз ауырмасын, өздеріңізде ауырмаңыздар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. 3 түрге бөлінетін нақты айттым. 4-шісі противоаллергический аллергияға қарсы препарат. Менің арасында орысша кетіп қалып жатса, ренжімесіздер деп ойлаймын. Түсінесіздер, қазір барлық университеттерде, именно бізде фармацияда көбінесе орысша ақпараттар болады. Сонымен көбінесе тілімізге еніп кеткен. Бірақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.